Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жүгері қосылатын өте оңай әрі дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Салатқа керек заттарды мына жерге жазып қоямын. Және төменде описаниядан көрсеңіздер де болады. Ең алдымен етті майдалап осылай турап аламыз. Негізінен салатқа кез келген етті қолдансаңыздар болады. Тауықтың еті де бола береді. Мен бұл жерде жылқының етін қолдандым. Енді жаңағы туралған еттің үстіне осылай майонез жағып шығамыз. Келесі кезекте картопты осылай күштен өткізіп аламыз. Және қасықпен осылай шашылған жерлерін реттеп, түзулеп алсаңыздар болады. Картоптың үстіне де осылай майонез жағып шығамыз. Жалпы әр слойдан соң осылай майонез жағып отырамыз. Ендігі кезекте осындай консервідегі жүгеріні саламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп, осылай жайып саламыз. Бұл жерде көрсеткен заттардан негізінен 4 тәрелке салат шығады. Сол себепті мен 4 жұмыртқадан 4 картоптан алдым. Сіздер де өздеріңіздің осы тәрелкелеріңіздің көлеміне қарай бөліп сала бересіздер. Жүгеріден соң тағы да майонез жағамыз. Бір жұмыртқаны алып, осылай үккіштен біркелкі етіп өткізіп аламыз. Тағы да майонез жағып шығамыз. Ең бетіне осылай сырды үккіштен өткізіп шығамыз. Қалған жүгерімен осылай салаттың бетін әсемдесек болады. Немесе жүгеріні қоймай, тек қана осы күйінде ұсынсаңыздар да бола береді. Достар, міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл өте дәмді салат, әрі қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі видео рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Мені соңына дейін көріп тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.